Шығыс Қазақстан облысы Ұржар ауданы Таскескен ауылы, Ұржар колледжі коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысы Айылбекова Мейрамгүл Орынбасарқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тарих тағылымы деп аталатын соңғы тараудың соңғы тақырыбы Жәркен Бөдешұлының жалғыз поэмасымен танысамыз. Сабағымыздың мақсаты ұлттық құндылықтардың маңыздылығын контексттермен үндестіру, әдеби шығарманың композициялық ерекшеліктерін талдау. Жәркен Бөдешұлы. Жәркен Бөдешұлы кім? Бұл сұраққа жауап беру үшін ақынның өмірбаяны мен шығармашылығы мен жетістіктерімен таныс болайық. Жәркен Бөдешұлы 1944 жылы 15 мамырда Қытай Халық Республикасы Тарбағатай аймағы Толы ауданындағы Жайыр тауында дүниеге келген. Азан шақырып қойған аты Жармұхамед. Жармұхамед Мұхаммед пайғамбардың есімі. Сондықтан анасы қысқартып Жәркен деп атаған екен. Әкесі мұғалім болған. Біраз өлеңдер шығарған екен. Ақынға ақындықтарын осы әкесінен дарыған екен. Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. Жетістіктері: халықаралық Алаш әдеби сыйлығының және түркі тілдер елдер поэзиясы 2-ші фестивалінің лауреаты, Қаныш Сәтбаевтың 150 жылдық мерейтойына арналған халықаралық мүшәйраның бас жүлдегері. Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығында бөлім меңгерушісі болған. Қазір Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының әдеби кеңесшісі. Мерзімдік басылымдарда және мемлекеттік кітап палатасында жауапты қызметтер атқарған. Ақын шығармалардың көпшілігі жүлделі орындарға ие. Философиялық пайымға құрылған Бөдеш жырларындағы жалғыздық тақырыбы оның өліп тірілуден тозақтан жұмаққа поэмасына қозғалып, жалғыз атты философиялық поэмасына ұласты. Темірхан Медетбек ақын туралы былай дейді: қарапайым, кей ақындармен салыстырғанда қарабайыр, ұсқынсыздау тұрмыс кешіп жүрген аяулы ақын өлеңдері мазмұн, ой, идея жағынан өте бай. Жәркеннің поэзиясындағы бір ерекшелік деп көне тәмсілдерді өлеңге айналдырып, содан көркем туынды жасауы. Тіпті ол тәмсілдерді өз ойдан құрастыруда мүмкін. Қалай болған күннің өзінде оқырманның ойсыз қалдырмайды. Туған жердің қармызы аязыңмен жуындыр. Туған жердің балғызы бұрыныңмен буындыр. Туған жердің бұлағы толқыныңмен ат мені. Туған жердің жыланы шырылдатып шақ мені. Туған жердің шеңгелі тырнаямай бетімді. Туған жердің жел жері аузыма құйытымды. Туған жердің қасқыра кемір ақын сүйегін, туған жердің тас құмы, сен осылай сүйем. Ата жұртымда маған туыс бір адам жоқ. Өзім ғана келдім. Жалғыз сырау болды. Кімге барып мұңды шағып, кімге барып басының өткен оқиғаны айтасың? Соны аңсадым. Ешкім болмады. Жалғыз екенімді білдім. Сондықтан жалғыз деген поэма жаздым. Жоғалтпасам қайда, кәні, қайран әкем, әз анам. Жарық дүние көрбем ғой, мен солардан жаралы. Жоғалтпасам қайда, қыздар құшақтасы гүл кешкен. Жоғалтпасам достар қайда, жаны құрбы бірге өскен. Жоғалтпасам қайда, тырдай арық жорғатай, ертелі кеш. Жалғыз поэмасы. Жалғыз поэмасы жалғыздық концепцияның шыңы. Жалпы адам жанының жалқы, шын мәнді әр пенденің жалғыз екенін, ешкімнің қайталанбайтын жаратылыс екенін айқындай түседі. Өз замандастарына қойылған ескерткіш сияқты, туған даласының әр аймағын, әр тасын, замандасының әр қайсысын жалғыз деу арқылы олардың Жәркен үшін аса қымбат екенін көрсетеді. Өзін жалғыздау арқылы өз болмысын терең тани түседі. Жалғыз адам қашанда ой үстінде болады, еркіндікке құлаш ұрады. Жалғыздықты сүймеген адам еркіндікті де сүймейді. Мүмкін ақынды айналасындағылар шын түсінбегеннен жалғыз шығар.
Поэма неліктен жалғыз деп аталады? Ақын неліктен жалғызсырайды? Бұл сұраққа жауап беру үшін поэманың ішкі мазмұнына үңілу арқылы білеміз. Поэма кіріспеден және 6 бөлімнен тұратын сюжетсіз лирикалық туынды. Себебі шығарманың дамуы, шарықтау шегі, байланысуы, кейіпкерлер тартысы сияқты сюжеттік кезеңдер бұл поэмада кездеспейді. Поэма былай басталады. Ғұлама таулардың тұрғыны, арқардың құлжасын кәнігіп мергендер күзде, тек қана күзде аулайды. Жауынға бөртіп, шыққа шыланып піскен қара жусанды қарпытып, тасты жарып шыққан мөлді бұлақ пен шөлін басқан еркін, қамсыз хайуандар, қуатты, қоңды шіркіндер мергеннің қақ жүректен көздеп атқан тосын оғы дөп дегенде бұлайғандардай бірден құлап түсіп, жан тәсілім етпейтін көрінеді. Қойдың құмалағындай қорғасын оқтың уы ұлы денесінде тегіс жайылып болғанша сағаттап, тәуліктеп, жылжымай қарсып тұра береді екен. Мұны ежелгі аңшылар қауымы оққа сүйенген жалғыз арқардай деген тәмсіл арқылы еске алады. Осы тәмсілді ақын өз шығармаларын арқау етіп отыр. Поэманың негізгі кейіпкері Құлжаның бірден жан тәсілім етпеуінің сырын тереңде жатқанын автор оқырманға жетелейді де, бұл жалғанда кім жалғыз деген сұрау арқылы жалғыз деген сөзге үлкен ой сыйғызады. Ақын бұл жалғанда кім жалғыз деген сауал тастап, оған өзі жауап береді. Күллі мұсылман жұртының санасына сіңген жаратушының жалғызы, ұлы Абайдың атадан 6 тусаң да бір басыңа жалғыздығы еріксіз еске түседі. Ақ борықтай ай жалғыз, айдан нұрлы күн жалғыз, жарқырап тұрған шолпан да жалғыздығын сезінер, таң алдында көз ілгертіп, дүниенің бәрі жалғыздардан жаралғанына көңіл аудартады. Оны өмірден өткен Бұхар, Абай, Шәкәрім, Мағжан, Исатай, Бауыржан сынды ақындар мен батырлар өмірінен мысал келтіре отырып түсіндіреді. Жыр боп мәңгі жастарға, Абай жалғыз қашанда, Абай жалғыз болғасын, екеу емес Мағжанда. Абылайхан жалғыз болғансың, Бұхар екеу болмайды, Махамбет жалғыз құбылыс, Исатай оқыс бұрылыс. Ақжайық көзінің жасындай, қарой топырақ бір уыс, қиял қыран ақылшың, майдансыз қайтпас жауап еті. Сен де жалғыз батырсың, ер баукең болмыш әулеті. Жалғыздықтың азабын тартқан жалғыз мен бекем. Күйші Құрманғазыға кілтсіз кісен аштырып, күңіренген қорқытқа тіріде көр қаздырған. Торайғырды тағалап, еркі аққуға наз қылған. Домбырам, сен де жалғызсың, қобызым, сен де жалғызсың. Жалғыздықтың азабын Шәкәрімдай тартқан кім. Жалғыздық туралы өзінің қаламдастарына, жолдастарына, замандастарына айтып ой тастаған. Қара шаңырақ қағаны, Мырқасым ұлы Нұрланжан, үйренсең де от ұстап, сен де жалғыз дарасың. Медетбек тегім Темірхан, сен де мендей жалғызсың. Несіпбек айттың оғылы, Көкала үйрек секілді, сен де жалғыз құстайсың деген екен. Енді осы поэмаға байланысты бірнеше тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма, жалғыз болу оңай ма тақырыбында 5 минуттық әңгіме жазу. Екінші тапсырма, кестемен жұмыс. Сұрақтарға жауап беру, дәлелдемелер теріп жазу, автордың көңіл күйін тану арқылы идеяны түсіндіру. Бүгінгі сабағымыздың бекіту сұрақтарына көңіл аударайық. Ақын үшін аса қымбат ұлттық құндылықтар. Жалғыз поэмасы жалғыздық концепциясының шыңы бола алды ма? Поэманың түйіні. Үй тапсырмасы. Берілген кестені толтыру, поэмада көтерілген негізгі мәселені жазу, автордың айтпақ ойын түсіндіру, мәселенің шешімін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу. Сабағымыз аяқталды.